Сәлем достар, қазір сіздер жаңа полицейлік хикая фильмінің қысқаша мазмұнын тыңдайсыздар. Мас күйдегі бір ер адам аулаға кіріп кетіп, асфальтқа құлап, есінен танып қалады. Бұл аға инспектор Чан оны мұндай күйге жеткізген. Бір жыл бұрын болған оқиғалар. Бір қарақшы бірден екі адамды кепілге алады. Олардың біреуі атылып кетеді. Қылмыскер өзін теледидардан көрсетуді талап етеді. Алайда журналист қорқып қашып кетеді. Соның орнына тек оператор ғана жақындайды. Кейін белгілі болғандай ол инспектор Чан екен. Ол тақырбас қылмыскерге гранатаның шегесін суырып, кепілдегі қызды атып тастауына жол бермейді. Өзі ішінен оқ тиіп үлгерсе де, соңғы сәтте гранатаны кәріз люгіне лақтырып жібереді. Келесі күні инспектор жас қарамағындағы қызметкерлерін жинап, олардың бұл істі өзі сияқты дұрыс атқара алмағанын айтады. Солардың бірі болашағынан үміт күттіретін диверсант. Чан оның қарындасы Сунхайға үйленгелі жүр. Ал бұл кезде 5 экстремал қарақшыдан құралған банда зәулім ғимараттың төбесіне жайғасады. Олар төменге бір қап лақтырады. Қап терезені сындырып, қабаттардың біріне түседі. Артынша өздері де төмен түседі. Қаптың ішінде байғұс бір адам бар еді. Ол сейфті ашып беруі керек. Бірақ бұл қарапайым тонау емес. Қылмыскер кассирге полицияға қоңырау шалуды бұйырады. Ал шақыртуға бірінші болып келген патрульдік көлік бірден оқтың астында қалады. Қылмыскерлер бәрін камераға түсіріп тұрады. Полицейлердің көбі жараланады немесе қаза табады. Көп ұзамай қосымша күш келіп жетеді. Қарақшылар ғимаратқа кіріп кетеді. Алайда олардың бір сыбайласы артта қалып қояды. Чан оны ұстамақ болып, тіпті маскасында шешіп үлгереді. Бірақ дәл сол сәтте полицейлер оны атып жібереді. Ал қыз қашып кетеді. Жас қылмыскерлер олжаны кім қанша адам өлтірді немесе қанша көлік жарды, соған қарай бөліседі. Біреуі бәрін бүлдіріп, бандадан қуылып кету қаупіне ұшырайды. Ашуға булыққан Чан баспасөз мәслихатында бұл қылмыскерлерді міндетті түрде ұстап, жазалайтынын мәлімдейді. Ол ауруханаға оқ тиген Сэмге барып, банданың жасырын орны табылғанын айтады. Сэмнің жағдайы онсыз да қиын еді. Оның мойнында құмар ойынға әуестігінен жиналған үлкен қарыз бар. Чанның шағын жасағы 3 көлікпен тастанды зауыттағы күдікті орынға келеді. Кенет дәлізбен біреу жүгіріп өтеді. Артынша қолын көтерген бір бейне көрінеді. Чан бірден оқ атып, манекенді атып түсіреді. Ал ұзын шашты хакер радио байланысты тұншықтырып тастайды. Полицейлер енді бір-бірін ести алмай қалады. Екеуін сол жерде бірден атып тастайды. Қалғандары алдын ала құрылған тұзақтарға түсіп кетеді. Олардың әр қадамы монитордан көрініп тұрады. Қылмыскерлер полицейлерді іліп қояды. Биіктен лақтырады немесе жай ғана атып тастайды. Соңында жалғыз инспектор ғана тірі қалады. Бандиттер оның барлық адамдарын байлап троспен іліп қояды. Олар Чанды мазақ етеді. Инспектор басшыдан полицейлердің бірін түсіруін сұрайды. Бірақ қылмыскерлер оны әдейі төменге тастап жібереді. Әлгі полицей биіктіктен құлап қаза табады. Джок Ван Чанға ойын ұсынады. Кім екеуінің ішінде пистолетті тезірек жинайды. Егер Чан жеңсе, 2 адамды құтқарады. Бірақ бандит шапшаң болып шығады да, тағы 2 полицейді төменге лақтырып жібереді. Төменде басқа бір қылмыскер инспекторға оның жекпе-жекте онша мықты емес екенін дәлелдегісі келеді. Төбелес кезінде Чан байқамай өз қарамағындағы қызметкерді басып кетіп, алаңдап қалады да жеңіліп қалады. Тағы екеуін темір торға байлап азаптайды. Джок Ван инспекторға бұрын олардың бандасын міндетті түрде ұстаймын деп мақтанғанын еске салады да, оны тізерлетіп қояды. Чан тағы бір жекпе-жекке келіседі. Бірақ шарты бар. Егер ол жеңсе, қылмыскерлер тірі қалған полицейлерді босатуы керек. Инспектор қарсыласын жеңеді. Алайда оған берілген 20 секундтың ішінде үлгеруі керек еді. 3 секунд жетпей қалады. Сол мезетте тағы да полицейлер төменге құлап кетеді. Үміті үзілген Чан пистолетті алып, қылмыскерлерге қарай оқ атады. Бірақ олардан тек Хонг қана троста ілініп тірі қалады. Оның арқанына от қойылады. Чан оған қарай ұмтылып, өз қолымен өртті өшіріп, Хонгты биіктіктен құлап кетуден құтқарады. Осы сәтте Кван 2 минуттан кейін жарылатын бомбаны іске қосып кетіп қалады. Өкінішке қарай алған жарақаттарының салдарынан инспектор Хонг қайтыс болады. Чан барлық денені арбаға жинап, жарылыс оларды бөлшектеп жібермес үшін бір жерге топтастырады да, өзі соңғы сәтте әрең аман қалады. Шок күйінде ол үнсіз асфальтта отырады. Міне, бір күннің ішінде Чан барлық адамдарынан айырылды. Ол Сунхаймен араласуды тоқтатады. Ешқандай үйлену туралы әңгіме қалмайды. Чан ішімдікке салынып кетеді. Бір күні көшеде оны 2 бұзақы тонап кетеді. Дәл сол кезде Чанды жаңа серіктесі Фрэнк тауып алады. Ол инспекторды үйіне алып барып, жылдық демалысының аяқталғанын айтады. Фрэнк банданың әлі де ойран салып жүргенін жеткізеді. Бөлім басшысы бұл істі дәл Чанның қолға алғанын қалайды.
Бірақ Чан ашуланып, жас полицейді қуып жібереді. Сосын қайтадан барға келеді. Фрэнк қоңырау шалып, Жанның қазір оның үйінде екенін және қыздың қауіпте болуы мүмкін екенін айтады. Бірақ ол айлаға көшеді. Туған күнінде жігітпен қалыңдықты қайта табыстырмақ болады. Бәріне Чан торт сатып алып, кешкі асқа қалып, сүйіктісінен кешірім сұрағысы келгендей көрінеді. Алайда Чан өзін Хонгтың өліміне кінәлі санап, шыдай алмай, бәрібір кетіп қалады. Фрэнк бардан бұрынғы әріптестерін тағы табады. Бірақ Чанды іске қызықтыруға үміт жоқтай көрінеді. Сол сәтте бар маңында баяғы екі ұры тағы да адамдарды тонап жүреді. Бұл жолы Фрэнк олардың олжамен қашып кетуіне жол бермейді. Ақыры Чан да есін жиып, бір қылмыскерді сұлатып сүреді. Бүкіл бөлімше бір жыл бойы көрмеген инспекторды көруге жиналады. Басшы Чанды сол оқиғада 9 полицейдің қаза тапқаны үшін кінәлап, ұялтады. Бірақ Фрэнк серіктесін қорғап шығады. Ол бұл бөлімге аңызға айналған инспектормен бірге жұмыс істеу үшін әдейі ауысқанын айтады. Сонымен қатар басшы қарақшы хакерлердің ісінде өзі жүргізіп жатыр. Енді екі топ арасында бәсекелестік басталады. Чан Фрэнктің бұл іске неге сонша жабысып алғанын, оның қайдан шыққанын түсінуге тырысады. Ақыры жігіт шындықты мойындайды. Ол қаза тапқан полицейлердің бірінің інісі. Банда басшысы Джок Ван Бай ата-анасының оны қалай сөгіп жатқанын естиді. Әкесі оны түкке тұрғысыз деп атайды. Анасы болса, керісінше, баласын шамадан тыс еркелетіп, ақша беріп, қалағаныңды істе дейді. Джок Ванның көз алдына флешбек келеді. Кішкентай кезінде кісен салынған, әкесінің алдында соққыға жығылған сәті. Бүкіл ыза мен кекті ол неге екені белгісіз, дәл полицейлерден алғысы келеді. Қылмыскерлер сол қанды оқиғаның негізінде компьютерлік ойында жасап қойған. Фрэнк пен Чанға полиция қызметкері Саса көмектеседі. Ол қарақшы қыздың бір жерде ақша толы сөмкесін түсіріп алғанын байқайды. Сол қызды кезінде ұстауға тырысқан Сэм болуы мүмкін. Екеуі Сэм жиі баратын барға барады. Онда полицейлерге дөрекілік көрсетіп, тіпті шабуыл жасайды. Чан әдеттегідей мас болғандықтан төбелесте әлсіз көрінеді. Бірақ серіктестерін қиын жағдайда қалдырмау үшін өзін қолға алып, төбелесті тоқтатады. Сэм, бұрынғы қарызға батқан адам, қазір сол мекеменің тең иесіне айналған. Полицейлер сұрақ қоя бастайды. Алайда Сэм сол түні аз ғана нәрсе есінде қалғанын айтады. Тек бір затты береді. Қарақшы қызға тиесілі сағат. Оның бетінде әлдебір крест жорығына ұқсас экстремалдар қауымының логотипі бар. Дәл бүгін олар зәулім ғимараттардың бірінің төбесінде жиналмақ. Кейін Сэмге полиция бастығы да келеді. Ғимараттың төбесіне көптеген спортшылар жиналған. Қызыл шашты жігіттің қолындағы сағат дәл сол қарақшы қыздыкімен бірдей. Қарақшы қыз бен оның сыбайласына басқа полицейлер кедергі келтіреді. Бастық Сэмге қысым жасап, кісі өлтіргендерді табуға көмектесуін талап етеді. Қылмыскер қыз өзге спортшылардың артына тығылып, Сэм оны танып қоймасын деп жасырынады. Сол сәтте Файр оқ жаудырып, бұрынғы полицейді жаралайды. Артынша банда мүшелері келіп, ауыр жараланған Сэмді атып тастайды. Өлер алдында Сэм ақшаны бандиттер тапқанын және сол үшін әріптестерін сатып кеткенін мойындайды. Оның кесірінен бәрі қаза тапқан. Осы кезде Чан мен Фрэнк қудалауға шығады. Олар арқанмен зәулім ғимараттан төмен сырғып, секундтар ішінде ондаған метрді еңсереді. Джок Ван сүйіктісі Файрды алып қашып, велосипедпен қашуға тырысады. Алайда көп ұзамай құлап түседі. Полицейдің назарын аудару үшін жүргізушіні жаралайды. Жолмен келе жатқан автобусты тоқтату үшін Чан көліктің үстіне секіріп мініп, басқарудан шыққан машинаны тоқтатуға тырысады. Автобус жолындағы көліктер мен телефон будкаларын қиратып өтеді. Бір сәтте ол адам көп жиналған тар көшеге бұрылып кетеді. Чан ақыры салонға кіріп үлгереді. Өлім көлігі дүкендерді бірінен соң бірін қирата береді. Тіпті автобустың төбесі ұшып кетеді. Абырой болғанда жолаушылар бірінші қабатта еді. Жүргізушінің аяғы тежегіш педальдың астына қысылып қалған. Чан соңғы сәтте оны босатып үлгереді. Ал Фрэнк автобус суға құлап кетпес үшін резеңке ойыншықтар тиелген жүк көлігін оның алдына қойып тоқтатады. Оқиғадан кейін Чан жұмысқа оралады, бірақ оған 60-тан астам шағым түскені белгілі болады. Оны бөлімшеге қайта шақырмағанын да естиді. Кішкентай ішімдік үстінде Фрэнк шындықты мойындайды. Ол өлтірілген Квангтың інісі емес, тіпті полицей де емес. Бірақ ол әрқашан полиция болуды армандаған. Чанға көмектескісі келеді. Осы сәтте Джок Ванни қансырап диванда жатыр. Джок Ван оны ауруханаға апармақ болған, бірақ ақыры банданың құрамын толық ашып береді. Белгілі болғандай, банданың әр мүшесі бай отбасынан шыққан. Файр кеме магнатының қызы, Тин зергерлік магнаттың ұлы. Макс Фэн ірі компанияның президенті әрі данышпан хакер, өзі де ауқатты әулеттен.
Ал ең қызығы, топ басшысы Джок Ванның әкесі полиция бөлімшелерінің бірінің бастығы. Серіктестер Джок Ванның ізіне түседі. Ол олардың соңына түскенін байқап, Чанның сүйіктісі Сунхайдың үйіне барады. Дәл сол сәтте хакер келіп, олардың көлігіне түтін шашатын шашка лақтырады. Сунхай да бөлімшеге келеді, себебі Чан оны көргісі келеді деп айтылған. Қыз конференц-залда күтіп отырған кезде, Джок Ван келіп, оның мойнына жарылғыш құрылғы іліп қояды. Құрылғының ішінде кішкентай шариктер бар. Егер олар төмен сырғып кетсе, бомба бірден жарылады. Ал сырғымаса да, таймер 10 минуттан кейін автоматты түрде іске қосылады. Бомбаны Чан басқа полицейлермен бірге табады. Қызға өте абайлап жүруге тура келеді. Шариктер қозғалып кетпеу үшін, Чан оны қауіпсіз жерге, қоймаға кіргізеді. Сунхай Чанға ешқашан оны ағасының өлімі үшін кінәламағанын айтады. Сол жерде Чан да оған сезімін мойындайды. Чан сапермен байланысады. Бомбаны химиялық тәсілмен залалсыздандыруға болады деген нұсқа беріледі. Чан реагенттерді әкелуге жүгіріп кетеді. Бірақ Сунхай оның өмірін қатерге тіккісі келмейді. Сондықтан өз мойнындағы сымдарды өзі кеседі. Алғашында бомба жарылмайды. Алайда кенеттен таймер істен шығып, іске қосылады. Екеуінде қашуға небәрі бірнеше секунд қалады. Жарылыс толқыны бөлімше ішінде таралып, оларды ауыр металл құбыр басып қалады.